Газа секторында Израильнің авиаужумунда Катардын Аль-Джазира телеканалынын 5 хадимы элек oldu. Олардың арасында журналистлер Мухаммед Крейке ве Энас Эль-Шериф, операторлар Ибраим Захер ве Муамен Алива, айдавчы Мухаммед Нуфаль бар еді. Израиль ордусы Энас Аш-Шерифнің Хамас жемиетінің башы олғанны ве журналистик фаалиетінің ортысы алтында ракета ужумлеріні тешкил етті деп идdia etdi. Аль-Джазираның идаресі бұл иш ташлауны матбуат сербестілігіні қастлы ве жидди бозув деп адландырды. Австралияның баш назиры Энтони Албанезе сентябрь айында Бірлешік Миллетлер Тешкилатының баш ассамблеясы вақтында Филистинні мемлекет оларақ танайжағыны білдірді. Бұл қарар Франкистанның әмде бойле бейнатларыны планлаштырылған Канада ве Британияның адымларыны излейжек. Израиль бұңа кескин қаршы чыға ве бойле әрекетлер терроризмні тешвик етедей. Түркияның Балыкесир вилетінде 6,1 дереже зелзеле oldu. Эпицентр сындырғы шері янында oldu. Анда бір мескен бина бүтінлей йықылды. Зелзеле Бурса, Ялова ве Истанбул шерлерінде дuyuldu. Onlarning evler, bazı участкаларда бүтін малелер зарар көрді. Құрбанлар бар, йықындылар темізлене. Америка Кошма Штатлары президенті Дональд Трамп егер Москованен музыкерелер муафақиетсіз олса, Русия Ермайны сатын алған мемлекетлерге қаршы санкциялар кірсетежегіні білдірді. Сенатор Линдси Грэм анлатты ки, о Индистан, Қытай ве Бразилия киби эсас алыш-верішчелерге басым yapma хақында айтқан. Оның айтқанына көре, Ермай ве газдан келерлер олмаса, Русия иқтисадияты йықылажақ еді. Авропа бірлігі санкцияларыны қаттылаштырма ғайсыны яғалай ве бұзатылған Русия активлерінің Украинаға ярдым етмек үшін құланмақтың түшіне. Алмания канцлері Фридрих Мерцнің фікіріне же Московаға шымдыки басым етерлі дегіл. Русия пропагандачы Владимир Соловьев НАТО базаларының пейда олуына yol бермемек үшін Женеби Кавказда арби әрекет башламаға чағырды. Бұл фонда Азербайджан президенті Ильхам Алиев Украинаға $2 миллион гуманитар ярдым айырма хақында еміріні имзалады. Бұл адым Z тәшвиқатчылар арасында ачув доғырды. 3 ай içinde Қырымдаки Русия mahkemeleri seferberliktен kaçmak için en azdan 36 işini baktыlar. 23 mahkeme çıkarıldı ve 4 apelляция kararı tasdıklandı. Da 9 iş bakıla. Göremeler 50.000 rublege kadar yeti ama onlarının telenüvü hizmetten azat etmey. Ukrayna dronları Arzamas şehrindeki Ha-32 ve Ha-101 raketlarının komponentleri çıkarılgan zavodga hücum ettiler. Muessese Taktическое ракетное вооружение korporatsiyasının terkibindedir ve idare sistemaları ve bord kompüterleri çıkara. Evvelki malumatlara göre obyektke en azdan 4 dron uruldu. Yarımadadaki su havuzları tenqidi derecede alçaq. Ahmejit'te şimdi tek 52% su var. Akyaryan'da 34%. Partizanski'de 26%. Bu ise endi ondan su almağa imkan bermey. Yer astı menbaları da kurup keteler. Sinoptikler haber eteler ki 2024 senesi yağmurlarının tek 50%. Bu sene ise 30%-ға düştü. Böyle vaziyet sonki kere 7 yıl evvelsi olgan edi. Kiev Халқара Тамыр Халқлар күніні бірінші кere festivalінен қайдетті. Grishka Nebatat бақчасы Yarımada'nın muhitini yetkizmek için Kırım'da şehirler gibi stilizatsiyalangan mevzulu lokatsiyalarını yerleştirdi. Teşkilatçılar resmi tedbirlerden ve münakaşalardan vazgeçmeye karar verdiler. Onun yerine Kırım Tatar, Karay, Kırımçaklarının medeniyetini kaydetmek ve tanımak için meydan yarattılar. Meşguliyetler arasında sergiler, el işleri yarmarkası,
Кырым-татар леззетлері эмде кырым-татар тилинде эсас ибарелер боюнча устахане ве караймлернин тарихи акында викторина бар edi. Айры ерні сербест Кырымга мектуплер адлы локация алды. Анда келгенлер Русия апсханелеринде булунган Украин саясий мабусларына ярдым сөзлерини яздылар. Бүтүн хаберлерни Кырым ве Русия Федерациясында алганларга еткизмек планлаштырыла. Тешкилатчылар айрыжа кайд этелер ки, фестивальнын эсас максаты украинлерни ве пайтахт мусафирлерни Украинанын уч тамыр халкынен таныштырмак. Улардын эпосы аслында Кырымдан, өз медениятыны ве тарихыны атта ишгал алтында саклап калмак еді.